Жамбылдық полицейлер допинг жедел алдын алу іс-шарасы барысында есірткі қылмысының 30 дерегін анықтады. Аттағы бұйымдар мен медициналық техникалық айналымы саласындағы фармацевтикалық қызмет қағидаларын бұзудың 11 дерегі тіркелді. Мәселен, 20 қарашада Ақыртөбе ауылының маңындағы жайылымда қой бағып жүрген Жамбыл облысының 62 жастағы тұрғыны ұсталды. Одан 15 келі 500 грамм кептірілген марихуана табылды. Тәркіленді. Бұл факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы 4-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдікті өз кінәсін мойындады және қамауға алынды. Бұдан басқа Жамбыл облысында орналасқан 15 дәріхана, 18 дәрі қоймасы, 6 емдеу мекемесі, 3 өндірістік кәсіпорын тексерілді. Полиция қызметкерлері заңсыз айналымнан 2 келі гайшиш, 22 келі марихуана, құрамында есірткі және психотроптық заттары бар 1480 ампула тәркіледі. Жамбыл облысы полиция департаментінің есірткіге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен допинг жедел алдын алу іс-шарасының барысында есірткі қылмысының 30 дерегі анықталды. Облыс бойынша 15 дәріхана, 18 қойма, 6 емдеу мекемесі және 3 өнеркәсіптік кәсіпорын тексерілді. Полиция қызметкерлерімен заңсыз айналымнан 2 келі гашиш, 22 келі марихуана, есірткі және психотроптық заттары бар 1480 ампула тәркіленді.